Сәлем құрметті көрермендер, сіздермен бірге әдеттегідей жастар бағдарламасы және оның бүгінгі жүргізушісі мен Османқұл Пакизат. Бүгін бізде қонақта болашақ актер, есімі кім? Серікбай Бекасыл. 15-те Түркістан облысы Келес ауданынан келдім. Аруна. Аруна, жасың нешеде? Бізге 12-де Шымкент қаласынан. Тайыржан, жасың нешеде? 9-да. Қай жерден келдің? Шымкент қаласы. Менің аты жөнім Сұлтанбек Асен болады. Мен 133-ші жалпы білім орта беретін білім мектебінде оқимын. Менің жасым 15-те 9-ші Б сынып оқушысымын. Менің аты жөнім Абдукаримов Бауыржан. Номер 7 жалпы орта білім мектебінде оқимын. 11А сыныбым. Қазіргі тұратын жерім Келес ауданы Абай ауылы. Жасы Ақназерге. Жастарың нешеде? Бізге қай жақтан келдіңдер? Жасым 11-де. Қай жерден келдің? Шымкент қаласынан. Саған алғашқы қояр сұрағым, Бекасыл, осы жерге, яғни біздің академияға келудегі мақсаты қандай? Өзім актер болсам деген арманым бар, соны орындау үшін. Ал неліктен актер? Қызығам. Несімен ұнайды саған? Актер болғым келеді кішкентай кезімнен. Жақсы оқу орнына түсіп, білімді болып, жақсы жұмысқа тұру. Тамаша. Ал кім болғың келеді болашақта? Болашақта эколог немесе актриса болғым келеді. Ал неліктен актриса немесе эколог? Өйткені эколог болғым келетін себебім, мен табиғатты қорғап, оны таза ұстағым келеді. Актриса болғым себебім, мен өзім сахнаға шығып, өзім еркін ұстап үйренуім келеді. Арманым ба актриса болу. Актер болу, иә? Иә. Ал неліктен актер? Киноға түсіп, актер болғанын айтпаған. Мен болашақта өзімді теледидардан көргім келеді, және де журналист болғым келеді болашақта. Журналистика жақсы. Өзімнің қабілетімді айта кетсем, өлең шығарамын, шығармалар жазамын. Бұлай есте сақтау қабілетім де жақсы деп айта аламын. Менің өзім өнер жағын қуғым келеді. Жалпы өнер жағын қуғым келеді. Енді қуу дегенде актер мамандығын арғарай алып кетіп, полный өзім өнер жағында жүргім келеді. Мақсатым солай. Болғанда актерлық дейміз, өнер жағы деп жатырмыз жаңағы. Оның ішінде нақтырақ айтқанда кино актері ма? Иә, кино. Түсінікті. Ал сіз ең басты теледидарда көрінсеңіз және журналист болсаңыз болды. Менің бір мақсатым, мені қазіргі төменге түсіріп жатқан адамдарға мені мен биікке көтерілдім деп өз-өзімді көрсеткім келеді. Яғни сізге сенбейтін адамдарға өзіңізді дәлелдеу. Өмірдегі мақсаты осы ма? Танымал болу, киноларға түсу. Менде де сондай. Ал былайша айтқанда актриса болғым келеді, иә? Ал неліктен актриса болғым келеді? Несімен ұнайды сіздерге? Актриса болған, өйткені бізге бағанда. Тағы бір сұрақ болсаңыз, осы актрисалық мамандық таңдап үлкен өмірге өмір сүрген еместер? Иә. Бекасыл, енді өзің кино саласына қызыққандықтан кино көп қарайсың ба? Иә. Зерттеп актерларды. Иә. Қандай кинолар ұнайды, қандай жанрда? Атқа мініп түсірген кинолар ұнайды өзіме. Бұрынғы тарихи. Ал актер, актрисаларың бар ма ұнайтын өзіңе? Көп қой, мысалға Алдар көседегі ана кім еді аты? Дәурен Серғазин. Сол жақсы ойнайды негізі. Елестетші өзіңе болашақта киноға түсіп жатсаң, қандай образда, қандай рөлде болатын еді? Яғни кинода кім болып ойнағанын айтсаң? Өзіме аттың үстінде түскен кинолар ұнайды. Сондай болып түссем деген. Рөлде де, иә? Иә. Бір батырлардың сондай бір рөлін сомдаған келе ме? Иә. Комедия ұнайды, фантастикалық кинолар. Ал сүйікті актерің немесе актрисаң бар ма? Иә. Мақпал Жүнісова. Басты рөлде отырған адамның жақын адам болғым келеді. Ал қандай жанрды жақсы көресің өзің кинода? Комедия, фантастикалық кинолар. Дарбыз, Дарбыз көке? Иә, сол киноларда, райондағы махаббат сол кинолар ойнайды. Біз Дарбыз көке дегенше сондай рөлдегі сондай ойнайды. Иә, комедия. Ал өзіңнің сүйікті актерің немесе актрисаң бар ма? Иә, Дарбыз. Үнді киноларын былай жақсы көремін да. Сериалдарын ба, киноларын ба? Сериалдарын.
Былай Қазақстандыкын онша көргенде тек осы Мейрам кино студиясын ғана көремін. Былай айтып қарағанда. Жақсы. Енді солардың ішінен өзіңізге қатты ұнаған кино бар ма? Өзіме қатты ұнаған осы Мейрам кино студиясынан ма? Жалпы. Жалпы ма? Жалпы өзіме Үндістанның сериалдарын ұнайды, солардан ұнаған. Тек Шахрухан ойнайтын сол кинолар. Былай драма жанр деп таңдамаймын. Қандай рөлді ұсынса соны ойнауға тырысамын. Маған отандық кинолар ұнайды. Шетелдің киноларын көп көре бермеймін, шынымды айтсам. Мысалға, қазіргі жақында СНГ-ға көрініп жатқан 532, Өмір. Жалпылама мен ескі киноларды өте қатты жақсы көремін. Неге десеңіздер, себебі өзімнің әкем ескінің адамы болғандықтан, сонымен бірге кино көріп, киноны талқылағанды ұнатамын. Мен өтірік жылай алмаймын, бірақ қалғанын бәрін істей аламын деп ойлаймын. Ал кинода сізге жылау керек болса, не істейміз? Жылау керек болса, жылаймын. Бір қысқа метражды попкорн бар ғой. Соған түскен кезімде де жылау керек болған. Жыладым. Кинода бәрін істеу керек қой. Мейрам кино студиясындағы дарбыз. Иә. Ал былай Голливудтан Жоқ. Сіздерге тек қазақша фильмдер ұнайды ғой? Өте керемет. Қандай жанрда? Комедия. Комедия, иә. Ал өздерің елестетіңдер, болашақта сендерге киноға түсуге ұсыныс берілді. Қандай жанрда, қандай образда өздеріңді көргілерің келеді? Мен Жаңа комедия деп айтып кеттің, иә, Назерке? Комедия жанры өзіне жақын. Иә. Яғни өмірде де сондай әзілге жақынсың ба? Иә. Қандай кейіпкер сомдаған келеді кинода? Мейірімді. Мейірімді, басты рөлде тұрды. Иә. Ажар? Қазір Бекасыл, мен саған бірнеше суреттер көрсем, яғни эмоциялар. Ал сен сол эмоцияларды бізге суреттегідей етіп қайталап беруің керек. Дайынсың ба? Иә. Олай болса, бірінші эмоция. Келесі. Келесі. Енді сабырсыздайды. Ашуланып болдық болса. Келесі. Не істеп тұр деп ойлайсың? Ойланып, таңғалып. Келесі. Ренжіп қалған ба? Иә. Оңай бе? Сондай ма не? Қуанып тұр. Қуанып, тамсанып. Ашу. Адам ашуланған кезде өте өзін ұстамай қалады. Кәдімгі айғайлап бар ашуыңды көрсетсең болады. Суреттегідей етіп қарашы. Мен өте ашулы тұрмын деп. Иә, оны тек түсіндірмей қой, жай ғана. Суреттегідей осылай деп айғайлап осыны көрсетеді. Келесі. Бұл да енді ашылып тұрғанға ұқсайды, иә? Иә. Көрсетеміз, қайталаймыз. Келесі. Не істеп тұр бұл? Сабырлы, өзін сабырлы ұстап тұр. Келесі. Деп, таңғалып тұр. Таңғалақ. Қараш, көзі ағайып кеткен балы. Келесі. Көңіл-күйі жоқ. Ұқсайды екен, иә? Көңіл-күйі жоқ. Ренжіп қалған, мұңайып қалған, иә? Келесі. Бұл не істеп тұр? Бұл қобалы жұпанын таңғалып тұр. Бұл шокта болып тұр. Иә, шошып, сондай қорқып тұрған сияқты. Келесі. Бұл не істеп тұр? Қуанып тұр. Бірінші эмоция ма? Қатты ағалап тұр, иә? Даусын шығармай жүрсің болады? Деп па?
тұр. Не үшін мұңайып тұр деп ойлайсың? Не болып қалған? Білмеймін. Біреу тиіскен ба? Иә, тиіскен сияқты. Немесе үйіне қалдырып кеткен, иә, мамасы ешқайда алып бармай, иә? Жақсы, келесі. Келесі. Не істеп тұр бұл? Окей деген сияқты деп айқайлап жатыр. Қуанып тұр. Стаймыз. Жалпы жаман емес. Алғашқы эмоция үшін. Келесі эмоция. Бұл ашулану. кастингтен өтпеді. Эмоцияны көрдік. Қайталаймыз. Ашулану. Ашуланушы жоқ дейсіз, Иә. Тек інімізге ұрысқанда ғана ғой. Қорқу. Ашу деген. Бүкіл ашудан деген алам. Так, иә, бұл қандай эмоция? Шок, ол қорқу, иә? Шок болып қорқу. Үйге екі ұры келдіңіз. Еще раз бұл. Осылай кішкене тағы. Ренжу ма? Кеткі ренжейміз. Бұл қандай эмоция? Бұл таңғалу болу керек сияқты. Таңғалу болу керек па, әлде бұл таңғалу ма? Таңғалу. Бауыржан қалай ойлайды? Мен ойымша. Бұл шылау десе. Жоқ, таңғалу бұл. Таңғалу ма? Кетік басқа да. Қуанып таңғалуға болады ма? Мына жерде негізі қарапайым таңғалу. Қуаныш өткенді жаңа өтіп кетті деуге болады. Кетік. Бұл не істеп тұр? Қуанып тұр. Көрсетеміз. Қуанышты көрсетіңдерші кәдімгі. Бір мамалары сендерге өздерінің бір сүйікті, бір ала алмай жүрген бір заттарды алып келіп берді. Алға дейсіңдер ме? Иә. Ал жарайды, келесі. Бұл не істеп тұр? Бұл кино көргенсіңдер ма? Иә. Қандай кино? Үйде жалғыз қалғанда. Шошып тұр, иә? Иә. Кәп, көрсетеміз. Келесі. Қандай эмоция? Ренжіп тұр. Ренжі, мұңайып тұр, иә? Не көрсетеміз? Ажар, сенікі кішкене ұқсамай жатыр, бір күліп тұрған сияқтысың. Ренжиміз, мұңаямыз. Келесі эмоция? Таңғалып тұр. Жақсы. Келесі? Бұл қандай эмоция? Жарайды. Бір өзін Спокойся. Келесі эмоция? Не істеп тұр? Шыданып тұр. Ажар, көрсетеміз. Ал енді келесі кезеңіміз ол өз өнерім, яғни қазір мен саған емес, сен маған өнер бір өлең айтып беруің керек. Өлең болсын, монолог болсын, поэзия болсын, неше түрлі өлеңдер. Бізге не ойнап келдің? Көкпар туралы өлең жаттап келдім. Отырып айта берейін. Көтер палуан, біліп мақсатыңа жетеріңді, мәртебең қайта көкке көтерілді, үйіңнен алтын іздеп таппағандар, білмейді өзің алтын екеніңді. Палуан, әрекетіңді жаса, Алла деп қане атқа мін, басталды бәйге көкпарым, Шабандоз деген атың бар, шап бәрің палуан, шап бәрің, кім мықты палуан, кім дара, анықтап берер бұлды да, көкпарды шауар білекті, жүректі туған ұл ғана. Мен жаттап айтпадым. Кімнің өлеңі? Әл-Фараби. Қашықтасын туған жер, қалың елім, небір жүрек болдырып жарау менен. Шаршадым мен, қанатым талды менен, шан жолда сарылып қарау менен. Кері оралмай жылдарым жатыр ағып, қасіреттің жасына көз жуынар, о жаратқан көп неткен арғымағын, құм секілді тез ысып, тез суынар. Әкімдікке күлісі жүгіреді, көкірекпен сезініп, күрсініп көп, жанымен түршігіп түніледі. Ән айтып берсем болады ма? Айтамын. Кімнің өлеңі? Райым Артур Солар Сәукеле деген өлеңді. Жақсы. Айтамын. Жарасады өзіңе,
басыңдағы сәукелей, қанша ақын қысқандағын хәл ойлайым халала көлайы, хәл ойлайым халала көлайы, хәл ойлайым халала көлайы. Еркектің алдында емес, еркектің артында емес, еркектің жанында жүретін бірге берік кеңес. Қарсы алады құшағыңмен емекпен кестің тірлік, бір қолыңмен бесік, бір қолыңмен әлем тербет. Кімдер екен, сендерде тең екен, қазақ қыздарын көруге теңеу қате екен. Үндер екен, сендерді үңілдірген, ең әдемі анамның шаққан тағы үн екен. Әлди, 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 анамның үні екен. Жарасады өзіңе, басыңдағы сәукелей, қанша ақын қысқандағын хәл ойлайым халала көлайы, хәл ойлайым халала көлайы, хәл ойлайым халала көлайы. Туған жер дегенін солар біліп. Алыс кетсем мен сені ау, аңсап жүрем, сағыныштың сазымен әнсап жүрем туған жер. Ауылымның түтін ой, қымбат маған белдері күн қақтаған туған жер. Туған жер өзің дегендеп жүремін әр кез елеңдеп. Бір сезім билеп алады, жүрегім дүрсіл қағады. Көзді тартып жайнайды, далаң гүлдің қасиетті қашанда балам білген туған жер. Қыздарым жүр келте киіп шолжаңдап, жігіттер жүр жас баладай қылжаңдап. Сауаты жоқ сорлы болып барады, жастарымыз ертеңі жоқ не болмақ. Ей қазағым, естен кетпес сол жылдарда, ғасырлар мен жылданырын үскерген, жан алуан азапталған мұңдар барда, еске түсір бұл бақытқа қалай жеткен. Ата бабам бір жапырақ жер үшін, қазақ деген мәңгілік жасар ел үшін, жоңғарлармен талай рет майданда қан төгісті ар намыспен ер үшін. Сталиннің қаһарына ұшырап, талай қазақ ұлылары пұшырап, елден безіп ит шеккенге айдалдың, ұлыңда бір, қызыңда бір бұжынап. Мұқағали Мақатаевтікі бұл қалай дегені. Ұдайы болды екі түн, төсекте тыныш жатқанда әлекке салып әлдегім мұжылып біткен заттаймын. Ілінсе кезім ұйқыға келеді жетіп бөгде жан, үңгіліп қарап сиқыңыз кім екен деп таңданам. Қарасам байқап жуықтап жүректің сенген жұлдызы, жарамнан сені суытпақ көрінбей не қырмызы. Желсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдей, ауылдан жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдей. Ал қазір Вегасыл мен саған бірінші ситуацияларды берем. Яғни сен сол ситуацияларды дәл қазір болып жатқан сияқты етіп ойнап беруің керек. Яғни біз сендіруің керек. Дайынсың ба? Онда елестет. Сен жолда келе жатсың. Уайымсыз, музыка тыңдап болсын ба, әйтеуір жолда келе жатқанда байқамай шегені басып кетті. Яғни аяғына кіріп кетті. Сол кезде ойнап берші бізге. Тұрып ойнай берейін? Жай ғана отырып, сол ауырғанды сезінуің керек деген сияқты. Ол кезде қандай эмоцияда боласың, соның барлығын көрсетіп берші. Мысалға, аяғына шеге кірді. Аяғым. Бірдеңе кірді ау деймін. Не екенде бейт қарап атқан. Сен сосын ол шеге не істейсің? Ары қарай қандай әрекет жасайсың? Алып тастаймын. Алып тастап лақтырасың, сен кете бересің ба? Ауырған жер енді. Ал өзің айдалада түнде қалып кеттің. Жағдайың өте қиын. Қар жауып тұр, ызғар болып тұр. Сол кездегін көрсетіп берші бізге. Дәл қазір сол сәт болып жатқан сияқты. Үйге қалай барсам екен? Мама, сіздерді сағындым, папа, қайдасыздар? Бетіңнен шапалақпен ұрса. Ол кезде енді ашуланасың, иә? Сол адамға ренжисің,
кәдімгі ауырғанды ол сезіну керек, соны жарай ма? Бастаймыз онда? 1, 2, 3. Аяқ, бетім. Не үшін ұрдың мені? Мен саған не істедім? Не үшін ұрдың? Қатты ұрдың ғой мені. Жолда келе жатсың. Келе жатсың, аяғыңа шеге кіріп кетеді. Сол кезде не істейсің? Қандай күйде боласың? Соны көрсетіп берші бізге. Отырып көрсете бер. Отырып. Мен естіп жүріп келе жатқан кезде. Отырып көрсете бер. Сол кездегі жаңа ауырғанды сезіну керек та, соны ай деген сияқты бір ойнатып берші бізге. Аяғым ауыр кетті. Шеген ауырсайын деп ауырады. Жақсы. Ал үйде мамаңа көмектесесің ба? Тамақ істеуге, үй шаруасына? Енді елестеп, қазір өзің үйіңде отырсың. Асханада қияр турап жатсың. Бастай бер турап. Өлең айтып, тамақ істейді қыздар. Әңгімелесіп. Қолыңды кесіп. Қолымды ауыртып деп ал шапалақпен ұрсашы біреу. Сол кезде ол адамға ашуланасың, кәдімгі ренжисің, оған ұрсып бересің, сондай енді. Неше түрлі эмоция болады ғой. Соны көрейікші қазір. Мен сенің бетіңнен ұрамын, әрине ол шынайы емес, өтірік, бірақ сен соны шынайы тиген сияқты етіп, жаңағыдай бетің ауырғанын сезіп, соны ойнап беруің керек. Жарай ма? Олай болса, 1, 2, 3. Неғ мен бетімнен ұрасың сен. Неғ мен бетімнен ұрасың. Білесің бе, не үшін мен сен үшін барлық нәрсені істедім, ал сен мен бетімнен шапалақпен ұрасың ба деп ашуланам. Ал қолыңа ине тағыл. Сені ит істеп алды аяғыңнан. Сол кезде қандай күйде боласың, соны көрсетіп берші бізге. 1, 2, 3. Аяғым, көмектесіңдер. Аяғым. Аяғым. Ал қолыңа ине тығып алдың, мынандай осындай үлкен инені тығып алдың. Газетті. Мына жерінде тұр. Деп бақырып жылаймын сөйтіп. Мына жерінде тұр ғой, не істейсің оны? Суырып тастаймын ма? Алып. Қатты ауырды деймін. Жақсы. Ал осылай отырған жерінде бір шелек ыстық су бар ғой, қайнаған. Бір шелек. Соны үстіңе шашып жүр. Күйдім. Сен көрсетші қанды. Күйдім. Эмоция. Сезіну. Ужас фильм деп айтайық, мен сіздерді злодей ретінде тұншықтырамын. Яғни жағынан кейіпкерді. Біз шынайы сол тұншығып жатқан адам ретінде қызға сендіреміз. Тұншығуымыз керек. Көздегі эмоция қаттыра қойдың керек. Дайынбыз ба? Сезінеміз, көзді ашып барынша. Сезінеміз. Тағы. Амал отырсың сен, қорқып отырсың былайша айтқанда. Жіберіңдер деп айқайлайтын. Біреулер ұрлап кетеді ғой кәдімгі. Киноларда болады ғой, көргенсің ба? Иә. Бет қолды байлап қойған, қорқып отырсың кәдімгі, сол қорқынышты көрсетші бізге. Жіберіңдер мені деп. Қорқасыңдар еді, жақ-жақтан мен қайда келдім дегенсің. Иә? Ажарға бір ситуация? Ажар, сіздің мынандай ситуация. Ну орманда ініңіз жоғалып қалыпсыз, ініңізді іздеп жүрсіз. Ініңіздің аты Арман. Мен оны іздеп жүрсің. Қорқып, айқайлап. Қорқамын, иә, айқайлаймын. Көрсетші соны. Ойнатып берші. Уайым, иә? Бірінші уайымдайсыңдар, иә? Бірінші орында уайымдайсыңдар, иә? Інің ол сенің. Кәдімгі уайымды көрсетші. Тұрмын мен. Жақсы, келесі ситуация. Жолда келе жатсыңдар. Байқамай шегені басып кетесіңдер, яғни шеге
аяқтарыңа кіріп кетеді. Сол кезегін көрсетейік, иә? 1, 2, 3, шіге кіріп кетті. Ай, аяғым көмектесіңдер. Ажар, сен бізге қазір түсіндіріп беріп жатсың, иә? Енді соны іс-әрекетпен көрсету керек. 1, 2, 3, кіріп кетті. Көмектесіңдер, ай. Жақсы. Тағы бір ситуация, сәл жеңілдеу қойып, кетіп бара жатсыздар, бесіндегі де болмаса жылда. Кімдікі деп. Жаңылтпаш білесің ба? Жаңылбаш. Жаттамаппын жаңылбаш. Онда мен саған айтайын, жаңылтпаштарды сен менен кейін соны тез қайталап беруге тырыс. Жарай ма? Оңайынан бастайын. Бірінші, хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Сүрінген сүрінген бе, сүрінген сүрінген бе? Сүрінген сүрінген бе, сүрінген сүрінген бе? Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Көк қақпаққа ақ қақпақ, ақ қақпаққа көк қақпақ. Шашы сары Сашаның да жасы 8-де, шашы жирен Сашаның да жасы 8-де. Шашы сары Шашаның да жасы 8-де, шашы жирен Шашаның да жасы 8-де. Маша. Тағы да бір жаңылтпаш айтайын. Балшық шалшық, шалшық балшық, балшықтан алшық. Балшық шалшық, шалшық балшық, балшықтан алшық. Лауралар мен Кларалар, Кларалар мен Лауралар. Лауралар мен Кларалар, Кларалар мен Лауралар. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Сүрінген сүрінген бе, сүрінген сүрінген бе? Сүрінген сүрінген бе, сүрінген сүрінген бе? Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Шашы сары Сашаның да жасы 8-де, шашы жирен Сашаның да жасы 8-де. Шашы сары Шашаның да жасы 8-де, шашы жирен Сашаның да жасы 8-де. Жарайсың. Лауралар мен Кларалар, Кларалар мен Лауралар. Лауралар мен Кларалар, Кларалар мен Лауралар. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хатым хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, ақ қақпақ. Не болып кетті өзі? Басын айтып Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. ақ қақпаққа көк қақпақ, қақпаққа ақ қақпақ. Шашы сары Сашаның да жасы 8-де, шашы жирен Сашаның да жасы 8-де. Басын айтыңызшы. Шашы сары Сашаның да жасы 8-де, шашы жирен Сашаның да жасы 8-де. Шашы сары Сашаның да жасы 8-де, шашы жирен Шашаның да жасы 8-де. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Қайталаймыз. Басын айтайын ба? Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хатым ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Жақсы, білесің бе? Келесі жаңылтпаш, Назеркеге. Сүрінген сүрінген бе, сүрінген сүрінген бе? Сүрінген. Басымен ашып жібересіз бе? Сүрінген сүрінген бе, сүрінген сүрінген бе? Сүрінген сүрінген бе, сүрінген сүрінген бе? Тамаша. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпақ. Сәл оңай болды. Лавирул, лавирул, не лавирул? Лавирул, лавирул, не лавирул. Ал, Ажар. Доп деп, дөп деп. Доп деп, дөп деп. Ақ шар бар, көк шар бар, көп шар бар. Ақ шар бар, көк шар бар, көп шар бар. Шалшық балшық, балшық шалшық, балшықтан алшық. Балшық шалшық, шалшық балшық. Балшықтан алшық. Балшықтан алшық. Қазір сендерге мүмкіндік туып тұр, осы біздің бағдарламаны пайдалана отырып, ата-анаңа, отбасыңа, туған туыстарыңа, жалпы барлығына өз алғысыңды білдірсең болады, және оларға сәлем жолдасаң болады, оларға бір өзіңнің бір лебізіңді айтсаң болады ішкі. Менің бүкіл жақын таныстарым сіздерге жалынды сәлем. Мен сіздерді қат жақсы көрем. Ең алғашқы мен өзімнің ата-анама, әке-шешеме алғыс айтқым келеді. Өйткені олар менің сабағымды қадағалап, осы жобаға келіп тұр.
келесі мен өзім туысқандарыма, достарыма, жолдастарыма алғыс айтқым келеді. Өйткені олар мен жанында әрқашан қолдау көрсетіп жүреді. Қолдау көрсетіп жүреді. Барлықтарына сәлем. Мама, папа, сіздерді қатты жақсы көрем. Осындай, осы мейрам киноды алып келгеніңізге көп рахмет. Осы менің арманым еді киносы. Мен сіздерді қатты жақсы көрем. Рахмет сізге, әке. Мен осындай дәрежеге дейін әкелгеніңізге бар жақсылық тілеймін сізге. Дәл осы бағыңды сынап көр дегеніңізге үлкен рахметімді айтамын сізге. Әкешім, сізге көп алғыс айтамын. Мені осындай кино әлемінде кастингтерге сүйреп жүргеніңізге, ал бүгінгі кастингке мен үшін келгеніңізге анашым саған рахмет айтамын. Анашым, сізге көп рахмет, алғысымды айтамын. Осы бағдарламаға келу менің арманым еді. Сізге рахмет. Анашым, рахмет сізге. Мені осылай бағып тәрбиелеп келгеніңізге рахмет. Ешқашан қартаймаңыз. Бұл менің арманым еді, сізге рахмет. Тамаша. Жарайсыңдар, біз де сендерге үлкен рахмет айтамыз жастар бағдарламасының атынан. Осындай алтын уақыттарды бөліп біздің бағдарламаға келгендерің үшін, бізге керемет ән айтып бергендерің үшін, болашақта үлкен актриса шығады деген ойдамыз. Әзірге қоштасамыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.